Мектеп қабырғасында оқитын кішкентай 12 жастағы қыз бар еді. Әр таң сайын ол достарына жылы жүзбен қарап, қолын бұлғап сәлем дейтін. Бірақ ешкім жауап бермейді. Барлығы телефонға үңілген. Сыныпта да ол сөйлескісі келсе де ешкім мән бермейді. Сабақтан соң қоштасса да ешкім жауап қайтармайды. Жолда балалар мазақтап, жылауық деп атаған кезде ол қатты мұңаяды. Дүкенге кіргенде ол жұмсақ ойыншық алғысы келеді, бірақ қалтасында ақшасы жоқ екенін түсінеді. Осы ойыншықта лайық. Басқа балаларға ата-аналары ойыншық сатып әперіп жатқанын көріп, маған да біреу сыйласа ғой деп іштей қамығады. Үйге келгенде әкесінен сабаққа көмектесуін сұрайды, бірақ ол қолым бос емес дейді. Анасы да ашуланып, үй тірлігін айтып көңіл бөлмейді. Қыз көңілі құлазып әпкесіне барды. Бірақ әпкесі ыдыс жуып жатқандықтан оған көмектесе алмайды. Мен қазір босамаймын. Ағасы теледидардан баса алмай, өзім оқи бер деп жауап береді. Жоқ, өзің қарашы. Қыз тағы да жылап қалады. Сәлем, қалайсыңдар? Келесі күні мектепте кешігіп келгені үшін мұғалімнен ұрыс естіген қыз партасында басын төмен салып мұңайып отырды. Сынып жетекшісі бұны байқап қалды. Ол алыстан қарап тұрып, өз-өзіне күрсінді. Бұл қызға не болды екен деп іштей ойлады. Одан кейін ол қыздың қасына жайлап барып, жылы үнмен: Қызым, не болды саған? Қыз көз жасын тия алмай жылап жіберді. Содан соң мұғалім қыздың қолынан ұстап, оны мектептің психологына апарды. Психолог жылы сөйлеп, оны жұбатады, сенім береді, ақыл айтады. Уақыт өте келе қыздың көңіл күйі түзеледі. Ол сабаққа қызыға бастайды. Достар мен мұғалімдері де оған көңіл бөледі. Үйдегілер қыздың жағдайын түсініп, мейіріммен қарай бастайды. Соңында оған көптен армандаған жұмсақ ойыншығын сыйлайды. Қыз қуанышқа бөленіп, өзін жалғыз сезінбей, өмірге жаңа көзқараспен қарайды. Ата-аналар мен ұстаздар. Абайдың ақыл қайрат жүректі бірдей ұстау үштік формуласы бүгінгі таңда білім кеңістігінде кеңінен таныла бастады. Бүгінгі бірлесе өтіп жатқан іс-шарамыз сіз бен біздің тәрбие жолындағы іскерлігімізді, белсенділігімізді одан әрі арттыратыны сөзсіз. Жасөспірімдердің жан-жақты жетілуі үшін ақыл қайрат жүрекке мән беруіміз қажет. Сапалы білім алуы үшін қажет болса, қосымша сабақ алуына жағдай жасай алсақ, ақылын жетілдірген боламыз. Баланың икемі бар спорт түрімен шұғылдануына жағдай жасасақ, оның қайратын шыңдаймыз. Бұл баланың ұстамды болып өсуіне ықпал етеді. Ал рухани тәрбие беріп, шығармашылық қабілетін жетілдіру арқылы жүрегін дамытамыз. Сонда білім алушылар жан-жақты жетіліп, Абай айтқан үштік формуланы бірдей ұстаған толық адам болып өседі. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше күндеріңіз жақсы болсын. Бүгінгі біздер мен сіздер үшін, болашағымыз үшін ұйымдастырылған ізгілік сабағымыздан рухани азық алатынымызға сенімдіміз.